Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы рухани жаңғыру, тарих пен инновацияның сабақтастығы. Жаңа сөздер, қыш, түлек. Сабақтың мақсаты автордың көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтайды. Бірінші тапсырма айтылым тапсырмасы. Суретке қара. Досыңмен мектептегі өзің баратын, не барғың келетін үйірме туралы диалог құр. Бағалау кестесі. Диалог құрады 1 ұпай. Диалог өз мектебінде бар үйірмелер мен спорт секциялар туралы болады 1 ұпай. Барғысы келетін үйірмені ұнату себебі айтылады 2 ұпай. Сөйлеу мәдениеті сақталады 1 ұпай. Олжас Омарұлы Сүлейменов 1936 жыл дүниеге келген. Орыс тілді қазақ ақыны, тілтанушы, саясаткер. Ядролық қару-жарақтарды жаппай қолдануға қарсы тұрушы, төтенше және өкілетті елші, Қазақстанның еңбек ері. Олжас Сүлейменов жайлы ақпаратпен таныс болайық. Екінші тапсырма, жазылым айтылым тапсырмасы. Олжас ақынның сөзінің мағынасын түсін. Мәтінді жазып ал, өлеңді жатта. Қазып қалшы, күрегіңмен жер бетін. Табасың сен, көшпелі елдер бабасын. Қарғап өткен қаныпезер жендетін. Бабалардың нәлет сөзін табасың. Тек қарғыс па, үміт отын табасың. Жылдар өтер, табысар адам баласы. Қыл өтпестей, тату болып арасы. Олжас Сүлейменов. Бағалау кестесі. Мәтінді оқиды, жаттап алады 2 ұпай. Мәтінді көшіріп жазады 2 ұпай. Жазу сауаттылығын сақтайды 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.